Басқа елге, тіпті көрші қалаға сапар шеккенде, міндетті түрде сөзсіз сауда жасау қажет болады. Әрине, біреу сауда орталықтарына барғанды ұнатса, біреулері базарға барғанды. Себебі, ол жақта арзан бағаға әртүрлі тауарлар, естелікке ерекше кәде сыйлар сатып алып, онымен қоса қандай да бір елдің тарихымен таныстап, дәстүрін бойына сіңірген у-шулы базарын аралай жүріп, рахат бір сезімге бөленуге болады. Жалпы, базар туралы айтатын болсақ, алғашқылары таяу шығыста және Парсы елдерінде пайда болған. Біздің заманымызға дейінгі 3000 жылғы жазбаларда базар туралы кездеседі. Ал біз бүгін әлемге танымал 7 базармен таныстырамыз. Бұл Түркиядағы және мүмкін әлемдегі ең үлкен базар. Оның аумағы 30.000 шаршы метрден асады және 15 ғасырдан салынып бастаған. Бұл базарды ұлттық құндылықтардың бірі деп есептеуге болады. Себебі кейбір ақпараттар бойынша бұл жерге күніне 400.000 адамға дейін, ал 2013 жылы базарға 91 миллион адам келген. Мұндай санмен ешқандай көрнекті жерлер мақтана алмайды. Әлемнің ең ірі әрі ең көне жабық базары 61 көше аумағын қамтып жатыр. Ондағы дүкендер саны 3000-нан асып жығылады. Нағыз бір қала ішіндегі қала дерсің. Қан базардың тарихы Византия империясы кезеңінен бастау алады. Үлкендігі сонша, кез келгеннің адасып кетуі оп-оңай. Бір қызығы, жаныңа не керектің бәрі табылатын базарда адасқандарға ақылы түрде жол көрсетушілер қызметі қалыптасқан. Париж көшелерінде тек сәнді бутиктер мен сауда үйлері ғана емес, қара құрым халық құжынабы жататын қан базары да бар. Бүкіл әлемде жайма базарлардың ашылуына бастау болған дәл осы сауда нүктесі екен. Бұл базар Париждің 18-ші ауданының солтүстік бөлігіндегі Сент-Уанның маңында орналасқан. Мұнда қатарынан бірнеше базарды біріктірген және оның ауданы 7 гектарға созылған. Бұл 3000-ға жуық дүкені бар алып қан базарға айналды. Бұл базардан да қазіргі өндірісте бар бұйымдардан бөлек жоғары құндылыққа ие антикварлық жәдігерлерді де көптеп табуға болады. Хан әл-Халили Африка құрлығындағы ең үлкен базар. Әлемдегі ең көне базардың бірі Каирде 1382 жылы ашылды. Содан бері дүкендердің саны, сатып алушылар, осының бәрін қызықтайтын саяхатшылар да, әрине тауарлардың саны да артты. Көне көшелер бойын жағалай созылған сауда қатарлары, сөрелерге сықита толтырылған дәстүрлі тарихи бұйымдар, ығы-жығы халық, бәрі де Каирдің бүгінгі әрі 100 жыл бұрынғы көрінісі. Ғасырлар тезімен жан-жақтан қаумалаған өркениет элементтері жергілікті жердің атмосферасына еш әсер ете алмағандай. Дәстүрлі мысырлық кәдесыйлар алғыңыз келсе, осы базардан артық жер таппайсыз. Папирус қағазы орамасы дейсіз бе? Шыныдан жасалған қолөнер бұйымдары дейсіз бе? Ежелгі перғауындардың сүйіктісі болған хош иісті эфир майлары мен ағаштан ойылған мүсіндер. Бұл базарда дүкендерден басқа дәстүрлі тағамдар дайындайтын бірнеше кафе бар. Солардың ішіндегі ең танымалы 1773 жылы ашылған Фишави кафесі. Базарға жақын маңда Әл-Хусейн мен Әл-Асқар мешіттері орналасқан.
Чатучак базары Бангкоктың солтүстік бөлігінде орналасқан әлемдегі ең алып базарлардың бірі. Шопоголиктер үшін жұмақпен тең орын. Ол 14 гектардан астам жерде орналасқан және бұл жерде миыңыз қайнап бірнеше сағатқа адасып жүруіңіз мүмкін. Бұл аумақта 9-дан 15 мыңға дейін шатыр орнатылып, тәулігіне 100 мыңға жуық адам келеді. Мұнда сізге қажеттінің барлығын табуыңызға болады. Тіпті дизайнерлік дүкендегі эксклюзив деген тауардың өзін кездестіріп қалуыңыз ғажап емес. Лондондағы Портабелло Роуд көшесі Еуропадағы ең ұзын сауда көшесі болып есептеледі. Оның жайылып келе жатқанына 300 жылдан асты. Ең жаңа өнертабыс та, ең көне жәдігер де осынан табылады. Портабелло өткен ғасырдың ортасында антикварлық қазына аңшыларын жинайтын жерге айналды. 3 ғасыр бұрын да солай еді, қазір де солай. Іздегеніңіз алдыңыздан шығатыны анық. Тіпті сауда-саттық жасамағанның өзінде әуелеген үндері үнемі шығып жататын көше әртістері көңіліңізді көтереді. Портабелло базарында болған саяхатшылардың бәрі бір ауыздан бұл жердің ерекше энергетикаға ие екенін айтады. Чанди Чоук Үндістан астанасының қақ ортасында орналасқан және Делидегі ең көне және ең танымал сауда көшесі. Сонымен қатар Үндістандағы ең үлкен сауда нүктесі болып есептеледі. Осы көшедегі көптеген дүкендер мен сауда шатырлары саяхатшыларға тауардың бірнеше түрлерін ұсынады. Жаныңыз қалаған заттың барлығын сатып алуға болады. Бұл жерге күніне мыңдаған саяхатшылар келеді және олардың айтуы бойынша осы көшелерде түскен фотосуреттер ең жарқын, ең ерекше болады дейді. Бұл базардың 3 ғасырлық тарихы бар және лабиринтке ұқсайды. Көшеде жол қозғалысы жабылғаннан кейін Темпл көшесіндегі түнгі базар басталады. Автокөліктердің орнына мыңдаған саудагерлер киім-кешек, сағаттар, азық-түлік өнімдері, электроника, сондай-ақ пайдаланылған тауарлар сатуға шығарады. Бұрындары ерлер базары деп те аталған. Себебі көбінесе ерлер тауарлары сатылған еді. Ал қазіргі таңда жаныңызға қажеттінің барлығын тауып алуыңызға болады. Сонымен қатар Гонконг режиссерлары бұл көшеде кино түсіруді ұнатады. Тіпті 90-шы жылдары осы базар туралы кинода түсірілген.